Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Көлік колледжі информатика пәнінің оқытушысы Жұмадилова Жадыра Шархановна. Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз информатика пәні бойынша маркетингтік жарнама, өнімді өткізу мен сату жолдары болып табылады. Енді сабағымызды мақсатына тоқталатын болсақ, маркетингтік коммуникация деген не екенін білетін боларсыздар. Өнімді өткізу және сату жолдары туралы түсінік бере алатын боласыздар. Маркетинг жарнаманы, инфографика, бейне қалай жасау керектігін сипаттай аласыздар. Маркетингтік жарнама жасай алатын боласыздар. Жалпы сабағымызда маркетингтік дегеніміз не екендігі тоқталатын болсақ, ағылшын тілінен аударылғанда маркетинг рынок, базар, өткізу, сауда болып табылады екен. Жалпы енді келетін болсақ, маркетинг дегеніміз кәсіпорынның тауар өндіру, өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі болып табылады. Маркетингтік коммуникация дегеніміз тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен қызметтерді сұранысқа қалыптастыру мен ынталандыруға бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы болып табылады. Енді маркетингтік коммуникацияның түрлеріне тоқталатын болсақ, ол бізде жарнама, өткізуді ынталандыру және қоғаммен байланыс болып табылады. Енді жарнама дегеніміз не? Жарнама дегеніміз қаржыландыру көзін алдын ала анықталған бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асырылатын тауарлар мен қызметтерді жылжыту қызметі болып табылады екен. Жарнама құралдары ол бізде жарнама таратушылардың жиынтығы болып табылады екен. Енді жаңағы айтылған бұқаралық ақпарат құралдарының 5 түрі бар. Ол бізде баспасөз қызметі, теледидар, афиша, радио және кино болып табылады. Ал жарнаманың мақсаты аудиторияға бағытталған ақпараттың нәтижесінде шешілуі тиіс нақты міндет болып табылады. Ал енді жарнаманың үндеуін жасау стильдерін айтатын болсақ, фантазияға негізделген стиль демек адамның қиялына. Екінші, көңіл күй мен бейнеге негізделген стиль. Үшінші, клиенттер мен лидерлер пікірі. Төртінші, тауарларды жариялау және символикалық болып табылады. Өткізуді ынталандыру бізде тауарлар мен қызметтердің сатуды ынталандыратын шаралардың жиынтығын айтады екенбіз. Енді тауарларды өткізудің 9 жолы бар екен, ол бізде ынталандыру арқылы, тауарды өткізуде түпкі тұтынушыларға ынталандыру келесі құралдар арқылы жүзеге асады. Ол қандай құралдар? Сыйақылар, купондар, жеңілдіктер, байқаулар, несиелер, тауарды таныстыру рәсімі ол бізде презентация арқылы, ақшаны қайтару кепілдігі, лотереялар мен сыйлықтар және тегін үлгілер екен. Енді фирмалық стиль ол бізде фирма мен оның тауарына ғана тән бейнені айтады екенбіз. Демек фирмалық стильдің элементі ол тауар белгісі болып табылады. Демек ол логотип дегеніміз. Ал логотип фирманың ерекше жазылған және арнайы дайындалған толық немесе қысқаша атауы. Және өздеріңіз көріп отырғандай, бізде қандай логотиптер белгіленген? Бізде автокөлік құралдарының логотиптері белгіленген екен. Енді балалар, жаңа сабағымызды қайталамас бұрын мен сіздерге жарнаманың қалай жасалу жолдарының біреуін көрсететін боламын. Ол бізде жаңағы фотошоу проект арқылы новый проекттің таңдап аламыз. Осының ішінде өзімізге керекті жаңағы бір сайт керекті құжаттарымызды сақтаған, суреттеріміз сақтаған папкамызға барамыз. Ол бізде жаңағы рабочий столдың ішіндегі өзімізге керекті жаңағы папкамыздың ішінде тұрған құжаттар екен. Ол бізде менде сақталған ол преподавательдің ішінде список групп, осылардың ішінде өзімізге керекті жаңа жарнама жасамас бұрын өзімізге дайындап алған суреттеріміздің бірі екен. Енді қарайық, осы суреттерді өзімізге жаңағы жарнама жасау үшін бірінші өзімді басып суреттің үстіне, одан кейінгі жүктеуін басамыз. Келесі суретті белгілей отырып жүктейтін боламыз. Осылай өзімізге керекті суреттерді жүктеу арқылы өзімізге керекті
видеомыздың суреттерін жүктейді екенбіз. Міне өзімізге керекті суреттерді жүктеп алдық. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, меню берілген добавить, эффект, переходы, музыка және сохранить видео. Енді біз жаңағы видеоларымызды жасау үшін өзімізге керек құжаттарымызды, міне суреттерімізді алдық. Олардың арасына келесі бетке өту үшін арнайы дайындалған нелер бар екен? Эффект дейміз, эффекттеріміз бар екен, иә? Міне не жерде продюсной дейді. Демек, мына көлді басатын болсақ, бұл жаңағы ағып жатқан көлдің суретін өзімізге не қылып көрсетеді? Ағып жатты. Мына жерде енді қозғалмаған суретті мына жерде қозғалту арқылы көрсетеді екенбіз. Енді переходқа түсетін болсақ, міне бұл жерде әртүрлі переходтар көрсетілген екен. Демек, бірінші суреттен екінші суретке өту жолдары. Біреуін ашып көретін болсақ, міне өздеріңіз көріп отырғандай түрлі жолдары бар екен. Екінші суретке өтудің. Енді біз өзімізге әртүрлі міне таңдай отырып, жолдарын таңдай отырып, бұл видеоға енді жазғыларымыз келетін болса, онда настройка проектіге басып, логотип белгісін басып, оның ішінде добавить логотип, не болмаса текстімізді басуға болады екен. Текстімізді енді бізде Бурабайдың суреті берілгендіктен міне жерге жазамыз. Бурабай. Шипажайы деп. Не болмаса Бурабай. Демалыс орны деп жазсақ та болады. Міне суретімізді жаздық. Оны жаңа тиісімізше өзімізге керек жерге орналастырады екенбіз. Міне. Оны өзіміздің қалауымызды кішірейтуімізге болады. Және үлкейтуімізге болады. Және де міне жерде өздеріңіз көріп отырғандайыңызда түрлі түсті түстерді де қабылдау енгізуімізге болады екен, иә? Міне. Өзіміздің қалауымызша орнаттық. Енді осыған ар беру үшін не істейді екенбіз? Музыканы қосуымызға болады екен. Бұны коллекция из музыки деп қосуымызға болады. Осы ненің ішіндегі Photoshop приложениясының ішіндегі музыкалардың біреуін қолдануымызға да болады. Не болмаса выбрать из файла. Демек, өзіміздің компьютеріміздағы немесе телефонымыздағы жүктелген музыкадан алсақ та болады екен. Мен осылардың ішіндегі біреуін алып көрейік. Міне осы арқылы видеоны сохранить етейік. Видеоны сохранить еткенде бұл жерде бізден сұрайды, қай жерге және қалай сақтаймыз деп. Слайд-шоу, сохранить видео, сохранить HD видео деп басамыз. Арғарта сақталу орнын жазады екенбіз. Енді сіздерге осындай жасалған видеолардың біреуін көрсетейін сіздерге. Міне проект 1 деп сақтадық жаңағы видеомызды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай музыкасында бәрінде әрлеп көрсетуге болады екен. Жаңа сабағымызды қайталап өтетін болсақ, тауарды өткізу, өндіру және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі бізде қалай аталады екен? Дұрыс айтасыздар, маркетинг деп аталады екен. Екінші сұрағымызға тоқталатын болсақ, қаржыландыру көзі алдын ала анықталған бұқаралық ақпараттық арқылы жүзеге асырылатын тауарлар мен қызметтерді жылжыту қалай аталады? Әрине, дұрыс айтасыздар, жарнама екен. Үшінші, бұқаралық ақпарат қызметінің неше түрі бар? Дұрыс айтасыздар, 5 түрі бар. Және тауарды өткізуде тұтынушыларды ынталандыру қанша құралдар арқылы жүзеге асырылады екен? Иә, дұрыс айтасыздар, 9. Демек, бүгінгі сабағымызды сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақтың мақсатына жеттік деп
түсінеміз. Егер тапсырма бізде PowerPoint бағдарламасында өздеріңізге ұнаған тақырыпта жарнама слайдын жасау және жаңа тақырыпты қайталау болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.